Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ елі. Астана Сарыарқаның төрі. Ласки дейді Қазақстан. Міне жоғалты төбесі жазылып тұр. Анау. Соны Астананы абаттандыруға міне қарындас Қарағанның Мәдинің қарындасы екен айтқанда. Қарқаралыда атақты. Қарқаралының қымызы қандай мақтау, мешіттері қандай мақтауға болады айтқан. Сол қарындасыңа қол ұшында көмектесіп жатыр міне. Егер қазақ сөйтіп айтады, егер көбейсін деп, иә? Қазған еші. Сол қарындасқа сүйенкі жасауға. Есіңіз кім болады әкесі? Қалай? Есіңіз кім болады? Гүлсат? Оны Гүлсат болса, гүлге кеткен соң дайындан қойды. Папасы мамасы дайында видео келген кезде. Қолыңыз ақ болсын, жеңіл болсын. Осы жерге келіп отырған азаматқа кейін мақтап жүрсін. Біздің Қарқаралы Мәдинің қарындасы өзінің автоғыр тастап кеткен. Бүгін бастап жатырмын. Сәрсенбінің сәтті күні бастадым өзім қазақтарым жыл. Өйткені бейсенбі жұмада жаңбыр болса, жаңбырдың алдына өзім есептеп отырмын. Алла қоса мына жерде талай азаматтар демеп алатын шығар. Сіздермен бірге болған Шырайлы Шығыс Қазақстан Зайсан ауданы Жаңатомшы ауылының азаматы Сарыарқа Астананың төрі Абақкерей, Дәулет Зұқа, Зайсан Жемелей. Гүліміз көп болсын, гүл өссе жердің көрі, қыз өссе елі. Қазақта мақал бар айтқанда, Гүлсат қарындастың қолы жеңіл болса айтқанда. Алла қоса 10 күннен кейін гүл жарқырағанда тағы да көрсетеміз. Сіздермен келесі қоштаспаймыз, келесі кездескенше деп ақырын сәлем айтарымыз.